Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 2 сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 6 сабақты өтетін боламыз. Оқушылар, бүгін біз суда жүзіп үйренемін деген тақырыппен танысамыз. Мен суда жүземін, сен суда жүзесің, ол суда жүзеді, мен жүзіп үйренемін. Жаңа сөздер: жүзу, үйрену, тыңда, қайтала, оқы. Мен бассейнге барамын, бассейннің суы жылы, таза. Балалар суда жақсы жүзеді, мен жүзіп үйренемін. Апай маған суда жүзуді үйретеді. Тыңдалым оқылым, тыңда, қайтала, оқы. Сәлем Әлібек, сәлем Әнел. Мен жүзіп үйренемін, мен де үйренемін. Дұрыс айт, жүземін, жүзіп үйренемін. Бірінші тапсырма айтылым тапсырмасы. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып жаз. Бұл бассейн. Суы таза әрі жылы. Мен бассейнге барамын, мен бассейнге бармаймын. Екінші тапсырма айтылым тапсырмасы. Берілген сұрақтарға я немесе жоқ деп жауап беріңіз. Сен бассейнге барасың ба? Иә. Сен суда жүзесің бе? Иә. Бассейннің суы жылы ма? Иә. Бассейннің суы таза ма? Иә. Үшінші тапсырма тілдесім тапсырмасы. Дұрыс жауабын айту ойыны. Мұғалім сендерге суретті көрсетіп, оның атын қате айтады, ал сендер оны дұрыс айтуларың керек. Жаттайық. Ауламызда бала көп, демалуға шама жоқ. Терлеп, тепшіп, сүрініп, қуалаймыз аладоп. Мен бассейнге барамын, мен жүземін, мен жүзіп үйренемін. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Менің YouTube каналыма тіркеліп лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Сау болыңыз.